Ассалаумағалейкум, түбі бір түркі жұртының түп қазығына айналған Түркістан телеарнасының тұрақты көрермендері. Армысыз ардақты ағайын, сіздермен бірге сәлем Түркістан. Әдеттегідей біз сіздермен 2 сағат көлемінде бірге боламыз, және бүгін әдеттегідей эфир тізгінінде мен Аяужан Аманова және менің әріптесім Дарын Кейкі. Құрметті көрермен, сіздермен қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Аптаның соңғы жұмыс күні жұма сәтті әрі берекелі өтсін. Күндердің сұлтаны жұма мүбәрәк болсын, жұма күні жасаған дұға құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Осындай ізгі тілекпен сәлем Түркістан бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ең алдымен әдеттегідей жасанды интеллект әріптесіміз Күншуақ Табиғат қызының ауа райы болжамына кезек береміз. Ендеше назарыңыз экранда болсын. Армысыздар, сіздермен біргемен жасанды интеллект Күншуақ Табиғат қызы. Назарларыңызға 2 ақпан жұмаға арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Бас қаламыз Астана аспаны бұлтты. Ауа температурасы күндіз -10 градусты көрсетеді. Күн бата -16 градус. Әсем қала Алматыда күн бұлтты. Сынап бағаны күндіз -2 градус. Түнде -11 градусқа дейін төмендейді. Ауа ылғалдығы 84%. Шырайлы Шымкентте күн ала бұлтты. Ауа температурасы күндіз -1, ал күн бата -8 градус. Киелі Түркістанда күн ала бұлтты. Сынап бағаны күндіз -2 градус, күн бата -9 градусты көрсетеді. Әзірге айтарым осы. Ауа райы қанша құбылса да, бойыңыз қуатты, көңіліңіз шуақты болсын. Мінекей құрметті көрермен, Күншуақтың бүгінгі күнге ұсынған болжамы осындай болды. Енді қыстың ызғарын ескеріп, міндетті түрде жылы киініңіздер. Аяужан, енді шынымды айтсам, соңғы кездері бір жазды қатты сағынып аңсап жүр. Неге? Енді жазда жағажайда, суға шомылып, бір уақытты көңілді өткізетінен, ал қыста енді суық, кішкене жаурайсың, қалың киінесің деген сияқты. Аяужан, енді күнделікті ойын ойнап жүрміз ғой, үйренісе бастаған шығарсың. Енді алдын ала дайындалып, айтулы даталар жайлы ізденген боларсың. Дарын, бүгін саған қарағанда көп мәлімет айтатын сияқтымын енді. Бірақ не дегенмен бірінші өзің бастап көрші. Жақсы, дәл осы күні, яғни 2 ақпан жаңа Амстердам кенті қала мәртебесіне ие болған екен. Бүгінде бұл қала бәрімізге белгілі Нью-Йорк қаласы. Тағы да қателеспесем, 1852 жылы Лондонда Флит-стритте алғашқы қоғамдық дәретхана ашылған екен. Және 1886 жылы ақш-та алғаш рет ресми түрде суыр күні мереке болып есептеліп тойлана бастаған. Ал 1922 жылы Францияда Джеймс Джойстың Улисс романы алғаш рет бір тұтас рет басылып шыққан екен. Ал 1913 жылы Орынборда араб қарпімен қазақ тілінде қазақ газетінің алғашқы саны жарық көрді. Мәссаған ең айтулы мерекелердің бірі екен. Тағы да бір ойланып көрейін. Қателеспесем, 1940 жылы болу керек. Белгілі жазушы, халықтың ауыз әдебиетін зерттеуші ғалым, Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Мағауин дүниеге келген. Енді дәл осы күні әлемде және елімізде болған осындай айтулы даталар өте көп. Айта берсек, бағдарламаны толықтай тек дата айтумен өткізіп алармыз. Құрметті көрермен, ендеше кезекті бір көңілді әнге ұсынайық. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір өзіміздің тұрақты айдарымыздың да кезегі келіп қалды. Яғни психологиялық тест. Сіз бұл арқылы өзіңіздің мінез құлқыңызды біле алатын боласыз. Дәл қазір біздің жанымызға осындай бір бейне шықты. Осы бейнеден ең бірінші өзіңіздің көзіңізге қандай сурет ілікті. Сол сурет арқылы біз дәл қазір Дарын екеуміз сіздің мінезіңізге шолу жасайтын боламыз. Ендеше ойланып көріңіз. Ұзақ уақыт қараңыз, қай бейне бірінші сізге көзіңізге түсті. Енді ойланып болдыңыздар дегенде ойдамыз, ендеше бастайық. Егер сіздің көзіңізге ұл бала мен қыз баланың бейнесі іліккен болса, сіз романтик адамсыз, кіршіксіз пәк махаббатты қалайсыз, жылы қарым-қатынасты құрып, жанжалдан аулақ болудың жолын жақсы білесіз. Ал екінші сурет бұл бас сүйегі. Егер сіз бас сүйегін көрген болсаңыз, сіз құпияға толы тылсым әлемге жақын адамсыз. Ешкімге сыр бермейтін жұмбақ жан болғандықты ұнатады екенсіз. Ал егер көзіңізге шарлар түскен болса, сіз арман, яғни қиял әлемінде саяхаттап, арманыңызға ерік бергенді және армандарыңызды жүзеге асырғанды жақсы көретін адам екенсіз. Ал келесі кезекте құстар. Бұл бостандық, тәуелсіздікті, еркіндікті сүйетін жандар екен. Қашанда өмірге ғашық қырандай еркін
күйде жүресіз. Сәттілік өмірлік серігіңізге айналған, қайда татсаңыз да сіз үшін есіктер айқара ашық тұрады, яғни жолы болғыш адамдардың қатарына жатады екенсіз. Иә, мінекей құрметті көрермендер, психологтар сіздің таңдауыңызға байланысты сіздің психологиялық жай-күйіңізді осылай сипаттады. Келісуіне келіспеу өз еркіңізде, ал біз кезекті әсем әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Аяужан, менің бір басым ауырып тұрған сияқты. Не болды? Шай ішкен жоқ сияқтысың ғой бүгін? Жоқ, түсіндім. Менің қазір саған сұрақ қоятын уақытым келіп қалған екен ғой. Енді жалпы, бұл жолғы саған сұрағым былай болмақ. Қандай сұрақ қояр екенсің? Ендеше мұқият тыңда. Жалпы қыз баласы, жалпы қыздар өз-өзіне жиі эксперимент жасап жатады ғой, бір шашын қысқартып тастайды, бір стилінде ерекшелік енгізіп, сен өзіңе қаншалықты жиі эксперимент жасайсың? Енді көп деп айта алмаймын, негізі мен өзім өзгерістен қорқатын адаммын. Өзіме титімдей бір өзгеріс жасайтын болсам, 1000 рет ойланып барып, одан кейін жасаймын, бірақ көп өзгерісті талап етпеймін. Бірақ айналамдағы өзімнің кейбір құрбы қыздарым ай сайын өзіне өзгеріс жасатады. Жаңа сен өзің айтып отырғандай, шашын қысқартады, жаңағы стилін өзгертеді, шашының түсін боятады, әйтеуір тағысын тағы сондай бір өзгерістерді жақсы көреді. Бірақ мен сондай өзіме бір үлкен өзгерісті талап ету үшін бірнеше күнді қажет етемін. Иә, құрметті көрермен, дәл осы сауалды әріптестеріміз қала тұрғындарына да жолдаған еді. Ендеше қала тұрғындарының пікірін, яғни жауабын білу үшін экранға зер салыңыздар. Өмірде эксперимент жасаған ұнатасыз ба? Иә. Жасап көріп пе едіңіз? Жоқ. Өмірде эксперимент жасаған ұнатасыз ба? Иә. Жасап көріп пе едіңіз? Жасап па? Көрмегем. Жоқ. Былай, стилімді өзгертіп, солай, шашылығымды өзгертіп жасап көргем. Сізде ме? Жоқ, жасамағам. Бірақ жоқ. Қызығушылық бар да, тек. Былай қылсам қалай болады деп тұр, тәуекелі көп барам мен. Соның бір орында эксперимент деп айта аламын. Қатты вождение, машинаны қатты жылдамдықта айдау, және де экстремалды түрде айдау. Ондай ештеңемен хабарым жоқ жаным. Қазір ауырып жүрмін. Міне больницаға келе жатырмыз екеуміз. Кейде, көп емес. Иә. Жасап көріп пе едіңіз? Қай жағынан? Кез келген өміріңізде мысалы өзгеріс жасап. Қатты емес. Бірақ ұнатам. Стилімді өзгертіп, әртүрлі нәрселер істеп көргенді. Қызық болады маған. Тікелей эфирдегі бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Сәлем Түркістан бағдарламасы. Қазіргі заман ақпараттық заман. Ақпараттық заманның ең басты құралы интернет. Өкінішке орай елімізде әлі күнге дейін сапалы интернеттен қамтамасыз етілмеген елдер, аймақтар өте көп десек те болады. Ал Қазығұрт жұртшылығы үшін сүйінші хабарымыз бар. Өңір енді интернеттен зардап шекпейді. Себебі толықтай сапалы интернетпен қамтылды. Толығырақ білу үшін әріптестеріміз әзірлеген сюжетке кезек берейік. Экранға зер салыңыздар. Бүгін қазығұрттық тұрғындар үшін айтулы күн, өйткені өңірде алғаш рет сапалы интернет желілері ашылды. Бұған дейін өңір тұрғындары интернеттің игілігін көрмей келген. Енді интернетті аша салып, білім алса да, ақпарат іздесе де өз еркі. Орталықтағы талшықты оптикалық сапалы интернет Wi-Fi желілері секілді ақылы. Десе де жылдамдығына желілеспейтін желі бағасы қалтаға қонымды. Бұған дейін 30 000 адам Wi-Fi желісіне қосылу үшін кезекте тұрған екен, әрі оны 4 жыл бойы күткен. Осылайша әкімдік сондағы жұртшылыққа тиімді интернет желісін қосып берді. Бізде Қазығұрт ауданымызда, орталығы Қазығұрт ауылында қазір талшықтық оптика байланыс желісі тартылып жатыр. Ол жаңа инвесторымыз Комдата жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қазіргі таңда Қазығұрт ауылында 5000 абонент бар. Соның 1,5 мың абонентіне тартылды интернет. Қазіргі таңда уже қосу мүмкіндіктері толық қарастырылып, абоненттерді қосуды бастады. Бүгін Құдайға шүкір бірінші абонентімізді қостық, скоростын көрдік, керемет интернеттің жылдамдығы. 250 мегабитке дейін көрсетіп тұр қазір таңда. Интернет жылдамдығы 50 мегабиттен 501 гигаға дейін барады. Осы жылдамдығына қарай ай сайынғы бағасы да 6500 теңгеден басталып, әрі қарай жалғаса береді. Біздің жоспарымыз сол жылдың аяғына дейін сол
сол 1,5 мың абонентті қосамыз ба деген үміттеміз. Ең алдыменен қызығу танытып, бізге келіңдер деген осы Қазығұрт болды, сонымен Абай болды. Енді сол келесі осы биыл жазда Құда қаласа сол Абайды да бастаймыз ба деген жоспарымыз бар. Аталған желіге алғаш қосылғандардың бірі Романқұловтар әулеті. Бұған дейін интернеттен таршылық көрген олар бұл жаңалықты естігенде қатты қуанғанын айтады. Біздің үйге 5G интернет қосылды бірінші болып. Бірінші очередь рахмет, аудан әкіміне рахмет. Балашаға бәрі қуанып отыр. Данный момент интернет өте алысқа да, скорості да өте жақсы екен. Қазір данный момент интернет деген өте бәріне керек нәрсе ғой, жалпы айтқанда. Айта кетейік, Қазығұрт ауданында 116.335 тұрғын бар. Жыл соңына дейін мұнда интернетпен 1500 абонент қамтылады. Аудан әкімдігі алдағы уақытта өңірдегі өзге де ауылдарға қосылуды жоспарлап отыр. Ұйқыдан енді тұрып, бізге жаңадан қосылып жатқан көрермендерге қайырлы таң дейміз. Сіздермен бірге Сәлем Түркістан бағдарламасы. Құрметті көрермен, біздің облысымыз, яғни Түркістан облысы 7 балдық сейсмикалық аймаққа жатады. Сол себепті де жер сілкінісі болған жағдайда сіз қауіпсіздік ережелерін толықтай сақтай білуіңіз тиіс. Енді жер сілкіну, яғни тілсіз жау ғой, былайша айтқанда, тілсіз жаудың жақсысы жоқ. Ал енді дәл осы тілсіз жаудан қалай қорғану керек, осы нағыз ережелерін білу үшін дәл қазір әріптесіміз Мерейдің дайындаған білген дұрыс айдарына кезек берейік. Экранға зер салыңыздар. Жер сілкінісі бұл жер қыртыстарында немесе мантияның үстіңгі бөлігінде кенеттен болған қозғалыс пен жарылыс нәтижесінде пайда болған және елеулі ауытқу түрінде үлкен қашықтыққа таралатын жер асты дүмпуі мен жер асты қозғалысы. Жер сілкінісінің барысында үйлер, жолдар, көпірлер мен каналдар, қоғамдар мен басқа да ғимараттар, су құбырлары, канализация, электр беру жүйесіне зиян келіп, байланыс бұзылады, адамдарды үрей билейді. Жер сілкінген кезде сіздің ойлануыңызға 5-10 секунд қана уақытыңыз бар. Осы сәтте үрейге еркіндік беріп, абдырап сасып қателессеңіз, арты бақытсыздыққа келуі ықтимал. Өзіңізді де, өзгелерді де үрейлендірмеңіз. Үйдің ішінде сілкініс кезінде далаға жүгіріп шығып кетуге, пәтердің қай қабатта орналасуына байланысты шешім қабылдайсыз. Егер сіз көп қабатты үйдің бірінші немесе екінші қабатында тұратын болсаңыз, далаға шығуға мүмкіндігіңіз бар. Далаға қашып шыққаннан кейін үй іргесінен аулақ тұрған жөн. Үшінші және одан жоғары қабаттардан қашып шығу қауіпті екенін естен шығармаңыз. Жер сілкінген кезде қауіпті және қауіпсіз жерлерді анық білген жөн. Қауіпсіз жерлер: үйде, ғимараттың ішінде, босаға есік жақтауы, ішкі бұрыш, мықты қабырға, бел ағаш, ванна, тоңазытқыш, парта, стол, кереует. Қауіпті жерлер: терезе жақтағы бұрыш, биік ғимараттар, биік ағаштар, баспалдақ, лифт, жиһаздар, шам жағу қауіпті, соңғы қатардағы шеткі бөлмелер. Автомобиль ішінде сілкініс басталған сәтте жүріп келе жатқан автомобильді ашық жерге тоқтатқан дұрыс. Жолаушылар асып саспай, байыпты түрде транспорт ішінде отырып, жер сілкінісінің басылуын күткен жөн. Дабыл тетігі қай кезде іске қосылады? Дабыл тетігі жалпы нысан бойынша объекті деп айтамыз. Объектіде осы орын алған жағдайда объекттің қарауылы болмаса техникалық қызметкері ол міндетті түрде басқа қызметкерлерді хабарландыру қажет. Объекті ал қалалық құлақтандыру жүйесі ол бір белгілі уақытта ғана қосылады. Негізі құлақтандыру жүйесі әскери қақтығыстар туындаған кезде және де ауқымды төтенше жағдай орын алған кезде ғана осы екі бағытта ғана қосылады. Түркістан қаласында дабыл тетігі қазіргі таңда жұмыс жасап тұр. Ол жаңағыдай үшеуі жергілікті атқарушы орган тарапынан және де қалғандары осы департамент тарапынан. Келешекте болуы ықтимал күшті сілкіністердің құпияларымен жеке таныс болған жөн. Жер асты дүмпуінің болу себептерін, анық қай жерде, қалай таралатындығын, қандай қосымша әрекеттер жасау керектігін оқып білу қажет. Екіншіден, тұрған халықтың апаттан сақтану дайындығы дәрежесі жоғары болуы тиіс. Екіншіден,
тұрған халықтың апаттан сақтану дайындығы дәрежесі жоғары болуы тиіс. Тек осы шарттар орындалған жағдайда ғана зілзала апаттар адам өмірі мен ғимараттарға айтарлықтай шығын келтірмейді. Мінекей құрметті көрермен, Сәлем Түркістанның кезекті шығарылымы да осымен өз мәресіне таяп қалды. Дүйсенбі және жұма аралығында таңғы сағат 7:00-де соққан кезде Түркістан телеарнасынан Сәлем Түркістан бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Әр шаңырақта Түркістан телеарнасы қосулы болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.